Ұзатылатын қыз біздің жақта қызыл киім киеді, міндетті түрде. Қазір әртүрлі түс киеді ғой, ақ киеді, көк киеді. Бірақ мен осы орайда тағы да жұрттың ойында қалсын, менен кейін қыздарын ұзататын өзінің сіңілерім бар, қатарларымыз бар, солардың ойында болсын деген бір-екі нәрсе айтқым келеді. Ақ киімді келін болып түскен кезде киеді біздің жақта. Қазір енді барлық өңірде де солай сияқты. Ал бір мына Алтайдың арғы жағынан келген бір қандасымыз бір қыздың ұзатылу тойында қыз көк аспан түстес көк киім киіп келе жатқанда менің қасымда отырып, ойбай, не болды мынау? Көк кигені несі? Дұрыс емес қой, бұл қыз бала деген қызыл киім кию керек. Ол қызыл гүл ғой жердегі. Көк деген өсіп өнген, асарын асап, жасарын жасап, біраз жасқа келген, көкке қарай жол тартып келе жатқан. Міне қараңызшы, қандай ұғым. Яғни уақытымда жоғары қарай жақындап қалды деген мағынада ғой бұл. Болмайды ғой қыз балаға көк кигізуге деп. Сол кезде мен таң қалып қарағаным. Шынымен көк киімді мына жас ортасынан асқан адамдар кисе қатты жарасады дейді. Біздің жақта олай рұқсат бермейді деп айтқан. Ол елде, енді мысалы Алтайдың арғы жағындағы елде, ол біраз қазақтың қаймағы бұзылмай қазақылықтың сақталған сондай дәстүрді қатты білетін жандар ғой. Сондықтан бұл сөзінің де жаны бар ау. Шынымен көкте жақсы, көк аспанда керемет, көк түсте жақсы, өсіп өнген жайқалған көкті білдіреді, шөп әдемі қалың ну орман жапырақты білдіреді. Бірақ дегенмен шын мәнінде аспанға қарай жақындап қалған жер ортасынан ауған адамдарға ғана дұрыс па деп те ойланып қалдым.